малмен айналысам, шаруашылық ашам деп бастаған кезде ең бірінші сағатта сыналатын уақытыңыз ол сіздің жаныңыздағы немесе көрші тұратын көршіңіз, ағайын туысыңыз сізге деген қолдау емес, қорқыту сәттері ғой. Олай істей алмайсың, ол оңай емес, қолыңнан келмейді деген сәттер. Осы уақытта сіздің бойыңызда, әсіресе жас буын өкінге айтарым, сіздің бойыңызда намыс болу керек, алға қойған мақсатыңыз айқын, еңбегіңізге кәміл сенімді адам болу керексіз. Сол кезде ғана сізде нәтиже болады. Ал аяқтан тартып, етегіне жармасатын ағайынның сөзіне ермей тек қана еңбекпен ғана дәлелдеу керек. Болады әрине ағайын туыс жаны ашып, саған ақылын дұрыс бағдар беретін. Ондай ағайыннан айырылмай, керегін алып, керек емесін қалтасыңызға салып қойасыз. Сол мен бұл рилсті шығарып отқан себебім, жас буын өкілдері өте көп, жекеге жазады. Осылай бастайын деп едім, оған істей алмайсың деп айтады, көбі сөйтіп қорқытып қояды деп. Бұл жерде ол біреудің сөз емес, сіздің өзіңізге деген сеніміңіз, бар күш-жігеріңіз, бойыңыздағы намысыңыз. Намыс қана, тек қана алдыға қарай жетелеп арманыңызға апаратын. Іске сәт, амандықта болайық барлығымыз.